Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті. Менің I'm Frontender курсымды сатып алған адам, немесе жаңағы өзінің өмірін программирование арқылы өзгерткісі келетін оқушым, түлегім, студентім. Сені бұл курста көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл курс саған өте пайдалы болады деген сенімдемін. Себебі өзім де осы күнге дейін біршама курстарды өтіп шығып, әуелі Алла, әрине, екіншіден өзімнің еңбегім бар, жаңа оқыған кетеген уақыттарым бар, ақшам бар, соның арқасында белгілі бір нәтижеге жетіп отырмын, және де сол нәтижемен сіздермен бөлсем деп шешкен болатынмын, және де бұл курс соның бір нәтижесі деп айтуға болады. Жалпы біздің курсымыз енді өздеріңіз барлығын білетіндей 14 күнге созылатын болады. Әрбір сабағымыз әрбір күн сайын жіберіліп отырады. Бұл сабақ әрине жаңағы біздің курсымыздағы кіріспе сабақ болып табылады. Және де сіз көріп отырған сабақ ол жаңағы танысу сабағы, кіріспе сабағы десем болады. Курс не туралы, қандай бөлімдерден тұрады, курсты қалай өту керек, тапсырмаларды қалай орындау керек, жалпы курс өтудегі қателіктер деген секілді тақырыптарды өзім сіздермен қамтитын боламын. Енді бұл жерде өзімді таныстырып қажет емес деп ойлаймын, себебі осы курсты алмас бұрын сіздер мені іздедіңіздер, мені зерттедіңіздер, мен не істедім, кіммін, қанша жыл тәжірибем бар деген сияқты соның барлығымен таныс болдыңыздар. Жалпы біздің курсымыздың бөлімдеріне келетін болсақ, әрине бүгінгі бірінші сабағымыз ол кіріспе сабақ деп атап өткен болатынмын. Ертеңгі екінші сабағымыз бізде ол жаңағы код жазумен бастауға арналған жаңағы программаларды орнату, плагиндермен жұмыс жасау деген сияқты среда разработкиді жалпы қарастыратын боламыз. Дәл осы тақырыпқа бізде жаңағы отдельный бір сабақ, отдельный бөлім береміз деп шешім қабылдаған болдым, себебі осының өзі біз үшін программистер үшін өте маңызды болып табылады. Жалпы келесі 3-4 күндері, яғни 2 күнге біз HTML сабақтарын бекіттік, себебі HTML-дің өзін үйрену әрине бір сабаққа сыйғызу мүмкін емес та. Біз керек-керектерін жаңағы қалай айтсам болады, мысалы лимонды алатын болсақ, лимонның согын аламыз, бүйтіп сығып, сол секілді нағыз керекті кодтарды алып, жалпы сол кодтарды қалай жасау керек деген секілді соның барлығын айтатын боламыз. 2 сабаққа бөліп тастадық. Сол секілді CSS-ті де 2 сабаққа бөлдік. 5-6 күндерде CSS сабақтар болатын болады. 7-ші күні бізде JavaScript-ті толық үйрете алмаймыз бұл курста. Себебі JavaScript-пен арнайы бөлек курс болуы мүмкін. Ал бұл курста JavaScript жаңа минимальный болады. Жалпы арнайы қалай айтсам болады. JavaScript-тан керек бірнеше нәрселерді көрсететін боламыз. Ең керек нәрселерін деген секілді. Ол бізде 7-ші күн сабақ болып табылады. 8-ші күн сабағында бізде проект қалай жасалады. Осындай тақырыпты қамтитын болдық. Бұл жерде папка ашылады, жаңағы жоспары болады, пути болады деген сияқты жаңағы сайттардың қалай жасау керек деген секілді тақырыпты қамтитын боламыз. Жалпы 9-шы, 10-шы, 11-ші күндері біз версткамызды бастаймыз. Яғни фронтенд разработкамен айналысатын боламыз. Алғашқы проектімізді, сайтымызды жасайтын боламыз. Мен сіздерге осылай мысал ретінде, үлгі ретінде жаңағы бір сайтты алып, 3 күн бойы оны жаңағы басынан бастап аяғына дейін жасап көрсететін боламын. Әрине, бұл жерде үй тапсырмалар болады, сіздерде қайталайтын боласыздар. Келесі 12-ші күнде мен анимацияға арнайы шешкен болатын. Бұл жерде Animate CSS бар, JavaScript-дің да кішкене нелері бар. Сондықтан анимация бұл әрине кез келген сайттың визуалды бір қалай айтсам бөлшегі десем бола ма, сондай бір өте қажетті бөліктердің бірі. 13-ші сабағымыз ол бізде енді бір маңызды сабақтардың бірі, яғни фронтендпен қалай табыс табамыз. Оны мен қазір айтпаймын, себебі ол 13-ші сабақта айтылатын болады. Ал 14-ші күн, әрине соңғы күн, ол бізде финал, ол бізде қалайсың гран-при дейін бе, ол біздің қорытынды сабағымыз. Бұл сабақта мен сіздерге білмеймін, мотивация беруге тырысамын, духовный рост ретінде бір өзімнің опытымен бөлісіп, жаңа өзімнің сөздерімді айтып деген секілді сіздерді бір шығарып қуанышпен, әрине сол күні біз барлығымыз бір жұмылып, бір жұдырықтай курсымызды аяқтап, жаңағы сертификаттарыңызды аласыздар сіздер, нәтижелеріңізді көресіздер деген секілді сол бөліммен курсымызды аяқтайтын боламыз. Әрине білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Бұл курс бізде продвинутыларға арналған емес, бұл курс біздердің новичоктарға арналған, яғни енді HTML үйреніп жүргендерге, немесе енді вообще мүлдем программированиядан немесе фронтендтен бірде бір хабары жоқ адамдарға арналған курс деп айтуға келеді. Себебі 0-ден жаңағы мысалы 10 балдық шкала болатын болса, барлығымызда фронтендімізде мысалы, мен әрине 10-9 деп айтпаймын, примерно
5-6 болсам, сіздер нөлсіздер деп айтады да енді. Бұл жерде ешкімді ренжіткім келіп отырған жоқ, просто мысал ретінде айтып отырмын. Жаңағы 0-ден сізді бір 3-ке дейін, 4-ке дейін жылжытатындай бір база беретін боламын деген секілді. Жалпы негізінде осы фронтенд деген өте ауқымды тақырып. Кез келген салада қаза беретін болсақ, біз дами береміз, сондай-ақ керек нәрселерін таба береміз. Ал бұл бізде базовый курс, сондықтан бұл курстан барынша пайдалы ақпарат алады деген сенімдеміз сіздерді. Себебі бізде базамыз қандай болатын болса, ары қарай біздің обучениеміз де тура сол бағытта кетеді. Барлықтарыңыз түсініп отырғандарыңыздай. Енді курсты қалай өтеміз жалпы? Енді курсты алғандарда бұл жерде әрине осы сабақты бізде барлық көріп отыр деп айтуға келеді, бірақ та оларды 3 топқа бөлеміз. Жаңа курсты сатып алған адамдарды мини пакеті, middle пакеті және де pro пакеті. Ол 3 пакетте 3 түрлі, қалай айтсам болады, 3 түрлі режим, немесе артықшылық деуге бола ма, білмеймін қалай болады. Жалпы мини пакетінде бізде обратный связь жоқ. Мини пакетінде сіз курсты аласыз, яғни әрине там группаңыз болады, сабақтар жіберіліп отырады, бірақ әрине бәріне жібергендей әрбір күні өз сабағын жіберіп отырамын. 14 сабақ бірден бері салу деген жоқ. Себебі бізде определен уақытта, мысалы 12-ден 26-на дейін болады курс. Сондықтан солай жіберіп отырамыз. Тапсырмалар да болады. Әрине тапсырмаларды өздеріңіз орындайсыздар, сабақты өздеріңіз қарайсыздар, бірақ ешкімге жібермейсіздер, ешкім тексермейді. Мини пакетінде солай. Middle пакетінде және pro пакетінде берілген тапсырмаларды кураторға, яғни жалғыз куратор өзім боламын. Бұл курста енді алғаш басып жатқанмен маған жібересіздер, мен тексеріп сіздерге жаңа жауабын айтып, сөйтіп отыратын боламыз. Кері байланыспен бірге болады. Жалпы енді про пакетін алғандар керемет бонустарға ие болды. Мен сіздерді құттықтаймын, егер про пакетін алған болсаңыздар. Әрине әрбір пакеттің өзінің ерекшелігі болады, әркім өзінің қалтасына қарай немесе өзінің мүмкіншілігіне қарай әрбір пакетті алды деп айтсақ болады. Енді курс деген ол не жалпы? Курс деген ол бізде білім алу, дұрыс па? Білім алу, қабілет алу деп айта беруге болады. Мен мысалы курс оқығанда, жаңа осы сала бойынша да курс оқыдым, мен әртүрлі курстар оқыдым. Тіпті мына курстың өзін сіздерге сату үшін де мен курс оқыдым. Мысалы сату маман деген курстар оқыдым, мысалы ше, запуск деген курстарды оқыдым да. Осының барлығы басқа сала, тіпті білесіздер, мен оның өзін оқып, жалпы әртүрлі білім алып. Енді білімді әрине YouTube-тан да аламыз, кітаптан да аламыз, басқалардан аламыз деген сияқты. Бірақ курс деген ол енді керемет нәрсе, негізінде адам тәжірибесін алады. Сондай-ақ жаңағы басында бар білімін басқа біреулерге беру деген бір посылы бар деп айтсақ болады. Сондай-ақ бұл жерде берілетін білім, қабілет жүйелі түрде беріледі. Жаңағы айтып жатқан бөлімдерім бар деген секілді, жаңа бөліммен рет-ретімен, кезек-кезегімен нағыз керегін, жаңа лимонның соғы секілді нағыз керегін алатын боласыздар бұл курста. Өздеріңіздің қабілеттеріңізді арттырасыздар, өздеріңіздің еңбектеріңізді, өздеріңіз отдачаларыңызды беріп отырып, солай еңбектенетін болсаңыздар, курстан нәтиже болады. Жалпы курстарға келетін болсақ, курс оқу кезінде, қалай айтсам болады, курста 100% нәтиже гарантия деген болмайды. Әрине өте бір нашар хабар болуы мүмкін, бірақ оны сізге 5000 теңгелік курста бере алмайды, 50.000 теңгелік курста, 100.000 теңгелік, 1.000.000 теңгелік, 5 миллион теңгелік курста сізге нәтиженің результаттың гарантиясын бере алмайды. Себебі әрбір курстағы материал, әрине ол материал құнды болуы мүмкін, құнсыз болуы мүмкін, бірақ егер сіз өзіңізге берілген тапсырмаларды орындамайтын болсаңыз, алған біліміңізді практикада қолданбасаңыз, еңбектенбейтін болсаңыз, әрекеттенбейтін болсаңыз, сізде по-любому нәтиже болмайды. Сіз 1.000.000 қалыңыз, 5.000 қалыңыз. Ол реальный нәрсе, потому что мен де көрдім, қаншама спикерлер бар, біздің елімізде де спикерлер бар, қымбат спикерлер бар. Тупо енді. Әрине айтпаймын мен қуаныш жұбайының курсын оқыдым деп, бірақ оны оқыған адамдардың историяларын білемін ше. Олар гарантия береміз деп айтады, бірақ одан кейін біреулер келіп жатады да, курсты алдым, түк болмай қалды, результат шықпады деп айтып жатады. И соны олардың несін, историяларын қарайтын болсақ, олар бірде бір тапсырма жібермеген да, тупо урок көрген, немесе вообще көрмеген, даже уақытында кірмеген болуы мүмкін да. Түсінесіздер ме? Сондықтан да жалпы бұл жерде қалай айтсам болады, спикерге немесе курстың авторына жаңа сен курсың жаман, немесе сен курсың нәтиже берген жоқ, гарантия берген жоқ деп жала жабу деп жоқ, жала жабудың қате болады, ренжу дейін бе, жауапкершілікті курс авторына немесе спикеріне жаба салу, ол бір қателік. Мен бұл жерде өзімді қорғаштап, мен материалым жаман деп айтып отқан жоқпын.
просто сіздер курс оқуды қалай оқу керек соны барлығын түсінсе деп ойлаймын да. Енді өзім де қанша курс оқыдым, басында да осылай ойлайтынмын да. Басында да бір-екі курс оқып соны ойлаған, нәтиже жоқ, блин, там мынау маған ауа сатып жіберді, там дұрыс білім бермейді деп ойлағанмын да. Соның нәтижесі одан кейін бір 3-4 жылдан кейін шықты да. Мен енді ғана қазір түсініп келе жатырмын да. Сондықтан бұл жерде әрбір істе жауапкершілікті өзімізге алуға тиіспіз. Егер сіз енді 5.000 алдыңыз ба, 9.000 алдыңыз ба, немесе 15.000 алдыңыз ба, қаншаға алсаңыз да сіз одан пайда аласыз. Себебі сіз берілген білімді практикада қолдансаңыз, сондай-ақ бұл жерде білмеген нәрсе, блин, видео урокта жоқ, блин, курста мен басында сұрақтың жауабы жоқ деп ол отыра берудің өзі дұрыс емес та, понимаете? Жауапкершілікті өзімізге алып, жаңа курсты оқу керек, еңбектену керек, сол кезде нәтиже болады да. Ол 100 мың теңгелік курс алып, там чудо болады. Қазір мен курсты алдым, тупо енді табысым 400 болады, миллион болады деп. Как будто бір курс алдым, все, решил проблему деп дұрыс емес та, понимаете? Просто алдым ба, жаса, не үшін алдың сен әйтпесе? Алған нәрсені жасай алмайтын болсаң, онда сен ештеңеге қол жеткізе алмайсың. Бұл жерде мен ешкімге ұрсып жатқан жоқпын, мен ешкімді кінәлап жатқан жоқпын, просто сіздер түсінсін деп ойлаймын. Өйткені бұл курс деген ол керемет нәрсе негізінде. Біле білген адамға, қолдана білген адамға. Себебі мен де бұл жерде еріккеннен отырған жоқпын. Мен әрине бұл жерде курс жасаудан мен бірінші мақсатым бар. Оны айттым да, айтпадым да білмеймін. Сіздер естідіңіздер ме, естімедіңіздер ме, айтайын енді. Курс жасаудан мен мақсатым қандай болды? Біріншісі, өзімде бар білімді басқаларға беру. Екіншісі, өзім тәжірибемнен өткен нәрселерді, қателіктердің барлығын айтып, жаңағы басқалардың да бір жолын жеңілдету. Үшіншіден, жаңағы еліміздегі білім беру саласын, сондай-ақ осы программирование саласынан мамандар шығарып, өзінің бір үлесімді тигізу. Төртіншіден, әрине, ол табыс табу. Оны да мен жасырмаймын. Себебі жасап жатқан ісімізде бір финансовый мотивация болмаса, оны жасамай қоятын едік та. Тегін ешкім бергісі келмейді. Былайша айтқанда, сондай-ақ тегін нәрсені алған адам оқымайды, тупо ол белгілі нәрсе да, понимаете? Сондықтан бұл жерде мен ештеңені жасырмаймын. Әрине табыс та тауып жатырмын. Енді алла қалап адамдарға да көмектесіп жатырмын деген сенімдемін. Енді осы бастап жатқан ісіміз берекелі де бір қайырлы болсын деп тілеймін. Бүгінгі сабағымыз ол кіріспе сабақ бізде, сондықтан да бұл сабағымыз енді барынша қысқа болды. Ал келесі сабақтарымыз енді барынша ұзағырақ болады, себебі ол жақта материалдар көп болады. Сондықтан да жалпы осы курсты өтуде сіздерге сәттілік тілеймін. Алла жар болсын, Алла берекетін берсін, оқып жатқан білімдеріңіз өздеріңізге пайдалы болсын, бір қайырынан болсын деп тілейік. Бұл жасап жатқан ісімізде бір берекелі болып, оқып жатқан курсымыздан пайданы алып, практикада қолданып, жаңа керемет сайттар жасап, кейіннен тіпті табысқа шығасыздар деген бір сенімдемін. Сондықтан да екінші сабақта кездескенше.